Сәлем, сіздермен бірге біз бәрі бар. Бүгінгі видеода сіз күрделі жұмбақтар мен логикалық сұрақтарды таба аласыз. Олардың барлығын тек нақты ақылдылар дұрыс шеше алады. Видео соңында өз нәтижелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Номер 1 сұрақ. Арман жазда ауылда әжесімен бірге жүрді, алайда бір күні ол кездейсоқ құдыққа құлады. Бақытымызға орай ол аман қалды. Арман құдықтан шығу үшін 30 метр биіктікті бағындыру керек болатын. Ол қабырғалар арқылы күн сайын 3 метрге көтерілді. Бірақ бір мәселе бар. Түнде ол бір орында тұра алмай 2 метрге төмендейді. Сонымен, Арманға құдықтан шығу үшін қанша күн қажет? Дұрыс жауабы. Оған 28 күн қажет болады. Өйткені іс жүзінде ол күніне 1 метрге жылжиды. Яғни 27 күнде Арман 29 метрге жетеді. Бірақ түнде ол 27 метрге түседі. Ал келесі 28 күнде 3 метрге өтіп, жердің бетіне шыға алады. Номер 2 сұрақ. Ит, мысық және қоян салмағы өлшенді. Мысық пен қоян 10 килограммнан. Қоян мен иттің салмағы 20 килограмм, ал мысық пен иттің салмағы 24 килограммнан тұрады. Олардың бірге үшеуінің салмағы неше? Дұрыс жауабы. Бұл есепті шешу үшін біз теңдеуді құрамыз. Және осы теңдеу арқылы жануарлардың әрқайсысының салмағы қанша болатынын білеміз. Қоянның салмағын әзірге x деп аламыз. Иттің салмағы 20 - x және мысықтың салмағы 10 - x. Сәйкесінше 20 - x-ке 10 - x-ті қосса, ол 24 болады. Өйткені бұл салмақ ит пен мысықтың жалпы салмағы. Сондықтан біздің теңдеуіміз 30 - 2x сәйкесінше 24-ке тең болады. Осылайша қоянның салмағы 3-ке тең екенін білеміз. Әрі қарай қарапайым есеп. Мысық пен қоянның салмағы 10 килограммды құрайды. Ал олардың жалпы салмағы 27-ні құрайды. Ал иттің салмағы неше? Пікірге жаз. Номер 3 сұрақ. Сіз демалысқа алыс аралға бардыңыз. Бірақ өкінішке орай, дәл осы уақытта жел сілкінісі болды және жанартау атқылауы басталды. Сіз қонақ үйдің 10-шы қабатындағы бөлмесінде тұрсыз. Қонақ үйден шығу үшін сіз тек 2 жолмен терезеден секіре аласыз және қосалқы шығу арқылы шыға аласыз. Бірақ қосалқы шығу тікелей өзенге апарады. Оның суы улы және құлтырауындар бар. Сіздің бөлмеңізде үрленетін қайық пен 2 метрлік арқан бар. Сіз қалай шығып тірі қаласыз? Дұрыс жауабы. Егер сіз терезеден арқанмен шығуға тырыссаңыз, онда сіз өмір сүрмейсіз. Себебі 10-шы қабатта және арқанның ұзындығы 2 метр болса, 8-ші қабаттың биіктігінен секіруге тура келеді. Бұл өте қауіпті. Ал сіз екінші әдісті таңдасаңыз, онда сіз тірі қалуыңыз мүмкін. Өйткені өзендегі су улы болса, онда барлық құлтырауындар бұрыннан өліп кеткен. Және сіз өзенді үрленетін қайықпен қауіпсіз жүзе аласыз. Номер 4 сұрақ. 3 ұлдың әкесі өзінің барлық байлығын балаларының ішіндегі ең ақылды және тез ойлысына мұра еткісі келді. Сондықтан ол 3 ұлына қоңырау шалып, оларға 100 рубль берді. Және олар бүкіл бөлмені толтыратын нәрсе сатып алуын ұсынды. Бірінші баласы парақтар сатып алды. Бірақ бұл бөлмені толтыру үшін жеткіліксіз болды. Екінші баласы көптеген үгінділер сатып алды. Бірақ ол да жеткіліксіз болды. Нәтижесінде 3-ші ұлы әкесінің байлығын алды. 3-ші ұлы не сатып алды?
Дұрыс жауабы үшінші ұлы ең ақылды болып шықты және 100 рубльге қол тигізуге болатын нәрсені сатып алу мүмкін емес екенін түсінді. Сондықтан ол шам сатып алды. Оны жағып, шамның жарығы бүкіл бөлмені толтырды. Номер 5 сұрақ. Сіз суретке қарап, не дұрыс емес екенін табыңыз. Видео соңына да келіп қалдық. Егер де осындай логикалық сұрақтар ұнаса, арнаға жазылып қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы.